Бүгін біз ватрушка пісіретін боламыз. Ватрушкаларымыз жұмсақ, әрі тәтті, осындай томпақ болып шығатын болады. Рецепті астындағы описанияға жазып кетемін. Тесті жасағандағы маңыздысы бізде кефиріміз жылы болу керек. Жылы кефирдің арқасында біздің тестіміз тез көтерілетін болады. Тестіміз осындай жабысқақ болып шығады. Қатты көп ұн қосудың қажеті жоқ. Үстіне кішкене май қосып жібереміз да, жақсылап басып, илеп 1 сағатқа қойып қоямыз. Начинкамызды дайындаймыз. Менде қолдың творогы, оған жұмыртқа, қаймақ және 2 үлкен қасық сахар қосамыз. Өздеріңіздің бөлгендеріңізге қарай неше бөлік шығады, сонша ватрушка жасайтын боламыз. Менде 9 бөлік шықты. Енді ортасына дөңгелек шығару үшін шұңқыр дөңгелек осындай стаканның астына шағылмай жағып аламыз. Сол кезде жабыспай жақсы шығатын болады. Жарты сағатқа газдың астына 180 градуста қоямыз. Барлықтарыңызға ас болсын.